Aysman işlegen jölöbüz var. Тамақты ма? Ya. Жедің ба енді шілегенді? Ya. Тойдың ба? Жақсы тойып тамақты. Вообще қанағат жоқ екен ғой сенде. Кетпеген. Құрметті оқушылар, тойдыңдар ма тамаққа? Все, қазір енді бір-бірлерін танымайсыңдар ғой. Сол себепті қазір бір-бірімізбен танысу ойындарын ойнаймыз. Сол себепті алғашқы ойынымыз, мысалы осы балдөрінде көптеген балалар демалып береді, бірақ аттары бірдей болады. Мысалы, сенің атың кім? Жания. Міне, Жания. Саған мысалы осы балдөрінде қазір кличке қоямыз. Мысалы, Жания деген қыздар бізде мыңғырық. Сол себепті, Мысалы қандай? мысалы саған Гаршок деген ат қойсақ. Өйжіде, мен де қойында онда сізге. Ал не деп қоясың маған атын? Бирабас деп қоям. Қадірін деп отырсың ба? Мен өзімнің осы балдөрінде атым бар, білесің ба? Қандай? Кучемпио ағай дейсіне бүгінден бастап. Нормально ғой? Болды, ондай аттар көңілге амаңдар. Енді қазір біз аттарды қоя береміз кешке, мақұл ма? Қазір біз бір-бірімізбен кереметтей ойын ойнаймыз. Атым не молекули деген. Қазір мен атым не айқайлаймын. Сөйтіп мен 4 деймін ба, 4-те болып тұрып қалсар. Түсікті? Все, ары бері жүреміз кеттік. Атым не молекули 4-те. 4-те отырып қалыңдар, гәл. 4-те отырып қалыңдар, гәл. 4-те отырып қалыңдар. 4-те. Ағай, біз қалып кеттік қой. Сауап болыпты. Давай, тұра беріңдер, дәрше, тұра беріңдер. Ойнап айтам, давай, кірпетті, давай кет. Атым не молекули біреу. Біреу. Жындап қалыңдар ба? Кет. Атым не молекули 31. 31. Все, енді жиналдыңдар, енді бәрін жерге отырыңдар. Так, енді біз 20 күн бойы не істейміз? Бізде кереметті іс шаралар, жарыстар болады. Күні ертең ешеу біз тауға шығама. Сол тауға барып, басқа топтар палатка ештеңе құрмайды да, біз бірге палатка құрып, соның ішіне пикник жасаймыз. Деп уәде бере алмаймын. Оның барлығы өздерінің тәртіптеріне байланысты. Түсінікті ғой? Сендер күшті әдемі болып айтқан тыңдап жүрсіңдер, осының барлығын істейміз. Одан кейін ертең тауға барамыз. Арғы күні не болатынын білесіңдер ма? Экскурсия жылаған атаға барамыз. Жылаған атаға барып, атаны жұбатамыз. Енді қазір топпен бірге жақсылап танысып алдық. Бізде 31 оқушы бар. 16 ұл, 15 қыз. Түсінікті ғой? Ұлдар қыздарды мүлдем ренжітпейміз, ал қыздар ұлдарды ренжітіңдер. Ойнап айтамын, ұлдарды сәл сыйлап жүріңдер, мақұл ма? Жалпы енді біз бір отбасымыз. Алдағы 20 күн бойы біреуміз аға, біреуміз қарындас, біреуміз сіңілі, біреуміз іні болып бір отбасы болып. Түсінікті ғой? Любой нәрсе болса да бәріміз бір ұйымшыл болып, бір отбасы болу керек. Қазір сендер жыламайсыңдар ғой, ойды бір-бірін танымайсыңдар да, ертең 20 күннен кейін бір-бірінен қимай жылап жүресіңдер. Білесіңдер ма соны? Так что қазірден бастап бір-бірінен сыйлаңдар. Түсінікті ма? Все, орнымыздан тұрамыз, екі қатарға қыз бала болып тұрыңдар. Корпусқа барамыз. Екеуіңе қыз бала болып тұр дедім ғой, барлықтарыңа. Екеуің бала болып тұрып алғансыңдар? Мынау қыз ғой. Сен ғой қыз. Мен қызы, жүріңдер, аңқыма, не болды сонша бәрі? Бағанағыға кешір. Жақсы кешірем. Сен де менен кешірім сұрасай. Отвали отсюда.